Вы екінің арасында бөлінеді, жарайды. Вот, например, давайте, это женщина с гипотериозом. Мы все в молодости, жас күнімізде арықпыз. Бақыт өте келе, сіңген тәте бола бастаймыз. Байқайсыздар ма? Сіне бастаймыз, отек появляется. Это про щитовидку. Все знаете Бибігүл апай, да? Весила 102 килограмм болған. Сосын ол кісі бір компанияның өнімдерін шеттен, мынандай болады. 45 килограмм салмақ тастайды. Немене қосылды? Кім маған айтты? Бауыр тазаланды. Потому что немене қосылды? Детокс. Мына Гүлжан Аманбай. Это фото было сделано қашан? 2018 январында. Январь 2018 год. Мне еще 36 нет. Мен 36 жасқа толмағам мына жерде. Қазір мен 43-темін. Разница бар ма? Бар? Бар. Как будто наоборот, да? Немене пайда болды? А неме істелінді? Как будто жасарып жатыр. Мына жерде кәрі көрінеді. Мына жерде гипотериоз, потому что бұл жерде детокс не работает. Енді тотығу стрессы бәрін білеміз, ағзаны тотықтырады. Вот смарт-диагностика. Әйелдердің өлшемі нешеден кемі көп емес? Ер азаматтарда 94. А ер азаматтарға вообще скидка жоқ. Так, это квартет здоровья. Бұған кіреді немене? Витамин D. Омега-3. Антиоксидант. Антиоксидант деген қазақша айтқанда тотығуға қарсы. Или таппасуға қарсы. И жыныстық гормондар 45+ден кейін күшті дәрігер табу керек. Чуть-чуть эстроген, чуть-чуть прогестерон, чуть-чуть тестостерон істеу керек, алу керек. Да? Денсаулық формуласын барлықтарыңыз білесіздер, сіздерге айтып қажет жоқ деп ойлаймын. Маған мына слайд өте қатты ұнайды. Әлемде не бар? Мына әдемі көбелек қайдан шығады? Құрттан шығады. Жұлдыз құрттан шығады. Бірақ жұлдыз құрт мына көбелекке айналу үшін бір этаптар бар. Мына жерде ауа керек, су керек, тамақ керек, в общем, короче, көп нәрсе керек. Сол сияқты менің ана мынандай Гүлжан Аманбайдан мына 40 жаста 3 жыл бұрынғы фото. Мына жерге тағы бір фото қою керек. 43. Мына жерде Гүлжан Аманбай жұлдыз құрт. Мына жерде. Шын айтам, ақшам жоқ, энергиям жоқ. Бірақ на грани, бәрі на грани. Бұл 2017-18 жыл. Мен врачпын, алатын зарплатам 80 000 теңге сол кезде. 80 000 тенге была моя зарплата в 2018 году. Я не могла себе ничего позволить, ни путешествий, ничего того, что сейчас есть. И мына жерде бәрі айтады, топ-томпақ күштісіз. Бізде өйткені арық адам ауру. Почему-то семіз адамды ауру деп айтпайды. И любой, да, мысалы, Гүлзира арық болса, Гүлзираға бүйтіп деп айтады, е? Неғып азып кеткенсің Гүлзира? Вот, ал семіз біреуге барып, сіз айта аласыз ба? Неме бұл шет семір болғыз? Айтпаймыз. Өйткені ол адам ренжіп қалады. А неге арық адам ренжіп қалады деп ойламайсыздар? Сондықтан біз қазір мынандай қоғамда өмір сүреміз. Семіз адам жағдайы күшті. У нас в обществе считается, что если ты имеешь лишний вес и ты такой полный, у тебя, значит, все хорошо. Значит, ты зарабатываешь, значит, ты богатый. А в Америке считается, что чем стройнее, тем он успешный человек. Потому что он может себе позволить качественную еду, качественные БАДы, качественную жизнь. Как вам моя трансформация? Классно? Классно. Я сама кайфую. Я такая молодец когда-то. Анамен баладан кетіп қалған. Вообще молодец. И маған бәрі айтты ғой. Басын істемей сенің. Кім анамен баладан кетеді, служебный квартираны тастап, главный эндокринолог, бүкіл карьерамды тастап. А сейчас, блин, какая молодец вообще. И кетіп өзім
сен айтып қойып білген уже молодецсің. И вот бірақ нәрсе айтамын осы жерде такой инсайт. Егер сізде қазір ақша жоқ, жағдай жоқ, түкте жоқ, өмір істемеген нәрсені істеу керек. Потому что я никогда не была сетевичкой. Мен өмір істемеген нәрсені істедім. Понимаете? То есть мен врач, немен істедім. Мен бөтелке сап кеттім ғой. Это же я не делала. И когда ты начинаешь, оказывается, оны мен кейін бір күшті курсқа барғанда түсіндім. Поэтому қазір маған не осы жерде врачтар бар, бүйтіп айтады. Мә, Гүлжан, сен мен сетевичкасың ба? Мен ще қазір с гордостью айтамын. Сетевичка. Кім енді есіме сұрасаңыздар қазір, Гүлжан Аманбай, сен врач болғың келе ма, әлде сетевичка? Қалай ойлайсыздар? Сетевичка. Потому что врачтарға өңкей больнойлар келеді де, мен ана жерім ауырады, мына жерім ауырады. Короче, күйеуінің проблемасы, сен отырасың бір сағат, тыңдап. Ешқашан врачқа мынандай адам келмейді. Гүлжан ханым, мен ертең Дубайға кетейін деп жатырмын. Мен барып ана Есентай молдан күшті сумка сатып алдым, күшті туфли сатып айтпайды. И сен энергияңды кеп алып кетеді. Это не про то, что я 20 лет врач, 20 жыл врачпын мен. Не бывает бывших наркоманов и бывших врачей. Потому что сен бәрібір врачсың. Я вот даже сейчас вижу, у кого что, кто как на меня смотрит, у кого гипотиреоз, у кого деньги есть, у кого низкий дофамин, низкий тестостерон, все вижу. И я прям и в точку попаду. Теперь, хотите быть такой? Да. И вот тут не было 500 000 тенге, чтобы поехать на обучение, я брала Каспий кредит, чтобы 500 000 тенге ақшам болмаған. А тут, қазір, где-то на счету лежат, это мой личный, Улан Мырзаға не касается, 10 000 долларов, мен походкам уже восстановила. И сейчас, это не передать. Да, если сіз миллионердің баласысыз, счетыңызда там $1 миллион лежат, оны сіз мен түсінбейсіз. Но если сен на жерде 500 000 теңгесі жоқ ақша, дәрігер $10 000 счетында, аяғында туфли, которые стоят $2000, это уже другое. И, собственно, ондай адамды тыңдау керек. Лебіз ашарыңыздар, но тыңдау керек. Ну, это тоже менің трансформациям. Мен вообще сетевой бизнесқа келдім, продукция үшін, потому что менің денем бәрі осындай псориаз деген ауру болған. Это менмін. Не талиясы жоқ, тәти. Это я. С псориазом. И это было фото сделано ровно 16 декабрь күні 2019-да фотоны істеген менің мамам. Потому что мен немен сапарым, на жерде Нұрболат күрә. Он знает, он свидетель. Мен Нұрболаттан пошла купила, и мамам айтам, мам, түсір мені. Если мен псориазым кетсе, бүкіл Қазақстанға мына бутылканы айтып берем деп шешеме сөз берген. Я давала слово маме, потому что я эту бутылку купила благодаря маме 16 декабря 2019 года. Тогда я сказала, если я получу результат, потому что я устала, я просто устала бороться с псориазом, я боролась 5 лет. Это через 9 месяцев. И есть такая фраза доктора Дарина Донич, то есть мен қазір мына жерде айтқан нәрсемнің бәрі ол ғылыммен дәлелденген. Мен оны ойлап тапқан жоқпын. Я сол дәрігер айтады, егер дейді біз тотығу стрессін алып тастасақ дейді, жасуша аралық сұйықтық дейді, осына клетканың арасындағы кеңістікті сілтілейтін болсақ, сілті деген шелыч, онда дейді органдардың дефиброз дейді, то есть бүйректі, өкпені, аналық без дефиброз деген организмді жасартуға болады екен. И немене түзеледі дейді? Гормондарын. Тут прочитали, да? Если мы убираем окислительный стресс, ощелачивание межклеточное пространство, то можно добиться дефиброзирования органов и омолодить гормональную систему. Так теперь давайте. Қандай продукт туралы айтып берейін, айтыңыздаршы? Қандай? Қандайын айтсаңыздар айттым? Қайсысын? Кім туралы? Детокс? Бутылканы бәріміз білеміз.